монтаж қалай пайда болған десеңіз, оған Джордж Мельес себеп болған. Бұл кісі 1861 жылы Парижде туылған, фокуспен айналысқан. Енді 19 ғасырда бұл мамандық иелері өте танымал әрі entertainment, мейнстрим болды, яғни сәнде болды ғой. Роберт Уден атты театр болған. Бір өзі жаңа драматург, өзі режиссер, өзі продюсер, тіпті костюмді де өзі тіккен, декорацияны өзі салған, яғни автор болған. Енді бұның фокус саласы оптикалық иллюзия және театралдандырылған жаңа арнайы әсерлер осы салада көбірек еңбектенген, жұмыстанған. Джордж бір күні ағайынды Люмьерлердің киносын барып көреді, сөйтіп киноаппаратқа қатты ғашық болады, тіпті сатып алуға 10.000 франк ұсынған екен. Алайда ағайынды Люмьерлер бас тартады, сатпай қояды. Бірақ аз уақыттан кейін Джордж Мельес британиялық Уильям Пол деген жігіттен аниматограф сатып алады. Кейін сол аниматографты өңдеп, жөндеп, камера пайдаланады. Не деген тапқыр десеңізші, енді ол жаңағы проекция арқылы көрермен залына қар немесе жаңбыр жауып тұрғандай әсер жасаған ғой. Ең алғашқы былайша айтқанда спецэффекттің авторы ғой енді. Бір күні ол Париж көшесінде түсірілім жасап тұрған кезде камера істемей қалады. Біраз уақыт өтеді, шұқылап, жөндеп алады да түсірілімін жалғастырады. Кешке үйге келіп пленканы өңдегенде ол керемет бір ғажайып нәрсеге куә болады. Камера бұзылғанға дейінгі кадрда ер адамдар жүрген, балалар асыр салып ойнаған, іші жұмысшыларға толы амнибус былай ат-арбаға жегілген өтіп бара жатқан ғой. Кенет әп-сәтте жаңағының бәрі өзгеріп кетеді ғой. Жаңа ер адамдардың орнына әйелдер пайда болады, асыр салып ойнап жүрген балалар жоқ болып кетіп, оның орнына аттар өтіп бара жатады. Ал іші толы амнибустың орнына жаңа мәйіт деген катафалка, арба өтіп бара жатады ғой. Міне, монтаж деген осы дейді. Сол кезде оның санасына бір сәуле құйылады ғой. Жаңағы енді камера бұзылып стоп басылғанға дейін басқа кадрлар болды. Қалай камера жұмыс істеді, сол кезде басқа кадрлар пайда болды. Яғни екі кадрдың бір-біріне қосылған жерін осылай түсінетті кино монтаж деген ұғымды осыны іске асыра бастайды. Кейін Джордж Мельес монтажға сүйеніп түрлі фильмдер, керемет нәрселер жасады. Бұған дейін әйтпесе Томас Эдисондар, Уильям Диккенстер, жаңа ағайынды Люмьерлер бір пландық фильмдер түсіріп келген болатын. Енді Томас Эдисон дегенде таңғалып отқан боларсыз. Негізі Томас Эдисон қазіргі заманауи коммерциялық фильмнің авторы болып саналады. Бұл туралы мен кейінірек айтатын боламын.